Мәселен, айталық, сіз жалпы математиканың негізгі заңдылықтарын, қасиеттерін басынан бастап құрастырып жүрген ежелгі философ-математиксіз. Сіз осы күнге дейін теріс сандармен таныссыз және де қарапайым қосу және азайту амалдарын орындай аласыз. Бірақ сізде бір үлкен сұрақ тұр. Бұл дегеніміз осы теріс сандарды көбейтуге қатысты. Мәселен, сіз бір оң сан 5-ті теріс сан -3-ке қалай көбейту керектігін білмейсіз. Және де бұдан да қиыны, бұл екі теріс санды, мысалға -2-ні көбейтсек -6-ға, бұл сұрақтың да жауабы бізге әлі күнге дейін белгісізделік. Бірақ біз білетін жалпы математиканың заңдылықтарын, көбейтудің қасиеттерін пайдалану арқылы шығарсақ, біз жалпы жауабымыз дұрыс екеніне анық көз жеткізетін боламыз. Және де осы видеода біз шығару барысында сол заңдылықтардан аттап кетпей, сол заңдылықтарды пайдалана отырып шығаруымыз керек. Және де бұл әдістің неге жұмыс жасайтынын мен келесі видеода айтып кететін боламын. Әзірше осы видеода бір ой тәжірибесін жасап көрейік. Бұл дегеніміз 5 көбейтілген -3-тің орнына, мысалға 5 көбейтілген 3 қосылған -3-тің нәтижесін есептеп көрелік. Яғни, біз білеміз, бұрын теріс сандарда азайту мен қосуды білетіндіктен 3-ті оның қарама-қарсы саны -3-ке қосқанда, бұл жерде 0 шығатынын білеміз. Сол кезде біз 5-ті 0-ге көбейтсек, ал біз білеміз, кез келген санды 0-ге көбейтсек, нәтиже бізде шығады 0. Ал енді біз білетін математика орындалу үшін, яғни математиканың заңдылықтар сақталу үшін, біз көбейтудің бұл жерде үлестірімділік қасиетін пайдаланған кезде де жауап 0 шығу керек. Бұл дегеніміз, біз ең алдымен 5-ті 3-ке көбейтеміз, одан кейін 5-ті -3-ке көбейтіп, екеуін қосамыз. Ал бәрекелді, бізде 5 көбейтілген 3 қосылған. Бұл жерде мысалға біз 3-ке бірінші көбейттік, келесі бізде -3-ке көбейтек. Бұны мен сары түспен жаздым. Бұл дегенмен де 5 көбейтілген жақша -3. Жалпы бұл нәтиженің, бұл қосындының нәтижесі бізде математика заңдылықтар сақталу үшін бізде бұл әрдайым 0-ге тең болу керек. Себебі 5-ті 3 қосылған -3-ке көбейткен кезде бізде 0 шықты, а оны біз үлестірімділік қасиетімен шығарған кезде де жауап сақталу керек. Бәрекелді. Ал 5 көбейтілген 3-ті біз көбейту кестесін білеміз. Бұл деген бізде 15 қосылған, бізде 5 көбейтілген -3 қандай нәтиже берсе де, яғни 5 көбейтілген -3-іміз қандай нәтиже берсе де, математиканың заңдылықтары, жалпы осы күнге дейін білетін қосу амалының заңдылықтар, көбейту амалының заңдылықтар орындалу үшін бізде нәтиже 0-ге тең болу керек. Ал енді біз 2 таңбалы 15 санына қандай санды қосқанда 0 шығады? Бұл дегеніміз оның қарама-қарсы саны. Ал қарама-қарсы саны дегеніміз жалпы бізде бұрын білетін математиканы пайдаланып отыра, оның қарама-қарсы саны бізде әлбетте болу керек -15. Бұл дегеніміз 2 таңбалы бір санға оның қарама-қарсы санын қоссақ, бізде 0 шығады. Немесе біз 15-ке -15-ті қоссақ, жауап бізде шығу керек 0. Немесе біздің жауабымыз, яғни 5 көбейтілген -3-іміз тең болу керек -15-ке. Және де бұның неге осылай шығуының тағы бір жолы, бұл -3-ті өз-өзіне қайталап 5 рет қосқан кезде бізде шықты -15. Ал енді бұдан да қиын есептердің бірі, бұл 2 теріс санды көбейткен кезде не шығатынын бақылау. Жалпы біз бұны жоғарыдағы шығарған мысалға қарап, және оны қандай қадамдармен шығардық, дәл сол қадамдарды бұл есепке де қайталасақ та болады. Сәл астына түсірейік.
Бәрекелді. Бізде яғни ең алдымен минус 2-ні бірінші көбейтіп көрелік. 6 қосылған минус 6-ға. Бәрекелді. Біз білеміз, яғни 6-ны оның қарама-қарсы саны минус 6-ға қосқанда бұл 0 шығады, ал минус 2-ні 0-ге көбейтсек, бұл яғни кез келген санды 0-ге көбейтсек, бізде жауап шығады 0. Бәрекелді. Ал енді жоғарыдағы мысалдағындай, біз тағы да көбейтудің үйлестірімділік қасиетін пайдаланайық. Бізде яғни минус 2-ні бірінші 6-ға көбейтейік, сосын минус 2-ні минус 6-ға көбейтіп, осы 2 көбейтінден қоссақ, бізде жауап 0 болу керек. Бәрекелді. Бізде минус 2 көбейтілген 6 қосылған. Бізде 6-ны біз көк түспен жаздық, ал ендігі біздің келесі минус 6-ны қызыл түспен жазайық. Яғни бізде болады минус 2 көбейтілген минус 6. Бәрекелді. Енді жалпы бұның да нәтижесі бізде тең болу керек 0-ге. Бәрекелді. Ал енді біз минус 2 көбейтілген 6-ны жоғарыда көргенімізде, бізде яғни бір теріс санды, бір оң санға көбейткен уақытта бізде теріс сан шығатын байқадық. Және де бұл дегеніміз немесе біздің минус 2-ні қайталап өз-өзіне 6 рет қосу, немесе 6 санын сандық түзудің бойынан сол жаққа 2 рет жылжыту. Яғни бірінші рет жылжытқан кезде минус 6, екінші рет дәл сондай 6 бірлікке сол жаққа жылжытқанда минус 12 шығады. Немесе біз минус 2-ні өз-өзіне қайталап 6 рет қосқан уақытта бізде шығады бұл минус 12. Бәрекелді. Минус 12 қосылған минус 2 мен минус 6-ны көбейткенде қандай нәтиже шықса да, минус 2-ні минус 6-ға көбейткенде қандай нәтиже шықса да, оның жауабы бізде 0-ге тең болу керек. Ал бәрекелді, біз ойланып көрсек, минус 12-ні оның қарама-қарсы саны плюс 12-ге қосқанда ғана бізде 0 орындалады. Яғни бұл 0-ге тең болу үшін плюс 12-ге тең болу керек. Сол кезде жауабымыз бізде плюс 12 болу керек. Жалпы бұл видеодан түсінгендеріңізде біз ең алдымен оң санды теріс санға көбейтуді үйрендік, және де 2 теріс сандарды бір-біріне көбейтуді үйрендік. Алдағы видеода тағы бір видео жасап, осы әдістердің неге жұмыс жасайтынын көрсететін боламыз.